Жамбыл облысының 85 жылдығына орай Шерхан Мұртаза атындағы руханият және тарихтану орталығы. Жамбыл облысының 80 жылдық мерейтойына орай ашылған көне Тараз тарихи этномәдени кешенінде ел игілігіне берілген нысандардың бірі руханият және тарихтану орталығы. Халық жазушысы Шерхан Мұртаза атындағы аталған орталық тарихымызды тереңнен танып білуге, өнеріміз бен мәдениетімізді, әдебиетіміз бен салт-дәстүрімізді жаңғыртар, рухымыздың өзегі болар бірден-бір мекеме. Екі қабаттан тұратын ғимараттың бірінші қабатында үлкен және кіші мәжіліс залдары бар. Мұнда зиялы қауым өкілдері мен бұқаралық ақпарат құралдары, қоғам белсенділері, облыс тұрғындары мен қонақтары рухани шараларды өткізеді. Орталықтың екінші қабатында үлкен холда Шерхан Мұртазаның әдебиеті мен журналистикасына арналған қос қанат бейнесіндегі қолжазбалар мен суреттерінен тұратын композиция жасалған. Орталық тарихтану және шерхантану атты екі бөлімнен тұрады. Тарихтану бөлімі негізінен Жамбыл облысы өңіріндегі ежелгі дәуірден қазіргі күнге дейінгі өткен тарихымызды зерделеп, архив құжаттары және тарихи жазба дерек көздері арқылы нақты фактілерді жинайды. Ал шерхантану бөлімі келешекте ұлттық рухты көтерер мәдени мұраны, әдебиетті, тарихты, этнографияны, аңыз әңгімелерді, жыр дастандарды және ақын жыраулардың еңбектерін жүйелі түрде зерделеп, ақын, жазушы, айтыскер, сазгер, тарихшы және өлкетанушылардың еңбектерінен алтын қор қалыптастыруды қолға алуда. Аталған мекемені Қалиев Сауран Қалиұлы бүгінгі күнге дейін басқаруда.